бір апта жуылмаған жастық тысы дәретхана отырғышынан 17.000 есе лас, денсаулыққа төнген жасырын қауіп. Көпшілігіміз күн сайын бетімізді жуып, қолымызды тазалап, сыртқы киімімізге мән береміз. Бірақ ұйықтайтын орнымыздың тазалығына, әсіресе жастық тысына қаншалықты жиі назар аударамыз. Ғалымдардың зерттеуінше бар жоғы бір апта жуылмаған жастық тысы дәретхана отырғышынан 17.000 есе лас болуы мүмкін дейді. Бұл ойланатын әрі алаңдататын мәлімет. Бұл ластық қайдан пайда болады? Түнде ұйықтап жатқанда адам денесінен бөлінетін тер, май, өлі тері жасушалары, шаш, макияждың қалдығы, ауадағы шаң мен микробтар барлығы жастықтың бетіне жиналады. Оған қоса, жастық тысы терімізбен тікелей байланыста болатын мата. Яғни, күн сайын біз өзіміз байқамай жүздеген мың бактерия мен кенеге бетімізді тигізіп жатамыз. Не себепті бұл қауіпті? Бактериялар мен кенелердің көбеюі бұл тері ауруларының, әсіресе безеу, экзема, дерматит сияқты дерттердің өршуіне себеп болуы мүмкін. Тыныс алу жолдарына шаң мен микробтардың түсуі аллергия, демікпе сияқты созылмалы ауруларды қоздыртуы ықтимал. Иммунитеттің әлсіреуіне, ұйқының сапасының төмендеуіне әкеледі. Балалар мен жасөспірімдер үшін тері мен тыныс алу жолдарының қалыптасуына кедергі келтіреді. Қалай сақтану керек? Жастық тыстарын аптасына кемінде бір рет ауыстырып, жоғары температурада жуу бактериялар мен кенелерден арылудың ең тиімді жолы. Мүмкіндігінше табиғи матадан жасалған тыстарды пайдалану, себебі олар теріні тыныстауға мүмкіндік береді және ылғалды аз сіңіреді. Макияжбен ұйықтамау, өйткені косметика жастыққа жағылып, ластануды еселей түседі. Жастықтың өзінде белгілі бір уақыт сайын ауыстырып, немесе арнайы антибактериялық өңдеуден өткізу қажет. Түнгі ұйқы ағзаның қалпына келу кезеңі. Ал бұл кезеңді бактериялар мен кірдің ортасында өткізу денсаулыққа бей-жай қараудың белгісі. Жастығыңыз сіздің тынығатын орныңыз емес, бактериялар мекен ететін орынға айналмасын десеңіз, тазалықты бірінші орынға қойыңыз. Ғылыми зерттеулер мен микробиологиялық талдаулар жастықтың гигиенасы мен денсаулыққа әсерін нақты дәлелдейді. Дәретхана отырғышы сияқты кейбір адамдардың көз алдында өте лас деп саналатын заттардың микробтық деңгейі шамадан тыс болуы мүмкін. Алайда жастықтың жалпылама қолданылуы мен үнемі жуу қажеттілігі оны денсаулыққа айтарлықтай қауіп төндіретін факторға айналдырады. Өзіміздің күнделікті өмірімізде таза және гигиеналы орта құру, әсіресе ұйқыға арналған жабдықтарды үнемі күтімде ұстау, денсаулығымызды сақтаудың маңызды кепілі екенін ұмытпау қажет. Тек гигиенаны сақтап қана қоймай, жүйелі түрде тазалық шараларын өткізу арқылы инфекциялық аурулардың алдын алуға болады. Бұл талдау микробиология мен денсаулық сақтау саласындағы зерттеулерге негізделген, жалпы көзқарасты білдіреді. Өз зерттеулеріңізді жүргізіп, кәсіби кеңес алу арқылы жеке жағдайыңыз үшін ең тиімді гигиеналық шараларды таңдау маңызды. Түнгі ұйқы ағзаның қалпына келу кезеңі, ал бұл кезеңді бактериялар мен кірдің ортасында өткізу денсаулыққа бей-жай қараудың белгісі. Жастығыңыз сіздің тынығатын орныңыз емес, бактериялар мекен ететін орынға айналмасын десеңіз, тазалықты бірінші орынға қойыңыз. Тазалық жай ғана үй жинау емес, бұл өмір сапасын арттыру. Басыңыздың баратын жері таза болсын.